Сабақтың тақырыбы есептер шығару, Қазақстанға саяхат. Оқу мақсаты санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру. Дескриптор есептерге талдау жүргізіп, оларды шығаруды үйрену. Сабақты бастамас бұрын, балалар, бойымызды ширатып алайық. Ол үшін мына әдемі сөздерді бірге қайталаймыз. Біз ақылды баламыз, айтқан тілді аламыз. Математика ілімін жылдам қағып аламыз. Ал енді мына алдарыңызда тұрған суретке қарап, ойланып көрейік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Айгүл мен Сырым қайда шықты? Дұрыс, балалар, саяхатқа шықты. Ал саяхат дегеніміз не? Саяхат дегеніміз адамның өзге елді көру, немесе демалу үшін сапарға шығуы. Саяхатқа шыққан адамды турист дейді. Адамдар саяхат кезінде көптеген қызықты жаңа мәлімет алады, көрікті жерлермен танысады. Олай болса, қазір біз Айгүл мен Сырымға өз еліміздің қалаларына саяхатқа шығуға көмектесейік. Ол үшін оқулықтың 24-ші бетін ашып, бірінші тапсырманы бірге орындайық. Мына жерде сіздерге мынадай тапсырма. Өрнектің мәнін тауып, әр баланың қандай қалада болғанын анықтау. Дескриптор иллюстрацияға сүйеніп әңгімелеу. Өрнектердің мәнін анықтап, әр баланың қандай қалада болғанын анықтау. Балалар, алдарыңызда Қазақстан картасы берілген. Енді осы картада қандай қалалар бейнеленген, атап шығайық. Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Арал, Қызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы, Жезқазған, Қарағанды, Семей, Өскемен, Павлодар, Петропавл және бас қаламыз Астана. Енді балалар, қазір ойланып, өзіміз орындап көрейік. Орындап болсақ, балалар, менің жауабыммен тексеріп көрейік. Ал кәнекей, Сырым қай қалаларға саяхатқа шыққан екен? Қызылорда, Алматы және Астана қаласына. Ал Айгүлші Семей, Тараз, Қарағанды. Егер дұрыс болса, балалар, өздеріңізді бағалап, жарайсыңдар деп мақтап қояйық. Келесі тапсырма. Алдарыңызда шарты және сұлбасы бойынша есептер құрастыру. Берілгенге кері есеп құрастырып, оларды шығаруымыз керек. Астында дескрипторы жазылған. Шарты мен сұлбасы бойынша есептер құрастыру, берілгенге кері есептер құрастырып шығару. Ол үшін, балалар, ережені еске түсіруіміз керек. Мына жерде еселік салыстыру. Бір санның екінші саннан неше есе артық, немесе неше есе кем екенін білу үшін көп санды аз санға бөлу керек. Енді тапсырмамызды орындайық. Есептің шарты: Алматыдан Өскеменге 24 сағат, Астанадан Қарағандыға 4 сағат. Ал енді сұрағы:
Алматыдан Өскеменге неше есе артық? Бұл жерде балалар еселік салыстыру. Шешуінде көп санды аз санға бөлу. 24 сағатты 4 сағатқа бөлеміз, тең болады 6 сағат. Сонда Астанадан Өскеменге дейін 6 сағат есе артық жүрген. Осы есепке кері есеп. Алматыдан Өскеменге 24 сағат, Астанадан Қарағандыға 4 сағат. Алматыдан Өскеменге неше сағат артық? Шешуінде азайту амалымен шығарылған. 24 азайту 4 тең болады 20 сағат. Жауабы: Алматыдан Өскеменге 20 сағат артық жүрген. Енді салыстырайық. Бірінші есептің шарты бойынша біз Алматыдан Өскеменге дейінгі жолға неше есе артық екенін білдік, және шешуінде бөлу амалын қолданып жауабын таптық. Көп санды аз санға бөлдік. Ал екінші есептің шарты бойынша Алматыдан Өскеменге дейінгі жолға неше есе артық екенін білдік, және шешуінде азайту амалын қолданып жауабын таптық.